Баршаңызға сәлем, қалайсыздар? Сіздермен бірге педиатр Жұлдыз, және бүгінгі тақырыбымыз балалардағы кездесетін молочница. Молочница деген нәрестелердің ауыз қуысындағы кездесетін ақ жабындылар. Молочницаның шығатын себебінің бірі кандида тектес саңырауқұлақтардан пайда болады. Әдетте кандида біздің терімізде немесе шырышты қабаттарда мекендейді. Бірақ кейбір жағдайларда оның шамадан тыс көбейіп кетуі және оның белгілері пайда бола бастайды. Көп жағдайда нәрестелердің ауыз қуысында болады. Нәрестелерде молочница шыққан кезде мазасыздық туады, емуден бас тартады. Ауыз қуысының ішін қараған кезде тілінде, тамағының артқы қабырғасында, қызыл иектерінде, еріннің ішкі жақ беттерінде ақ жабындылармен көрінеді. Молочницаны емдеген кезде болмайтын жағдайлар, олар витамин В12-ні жағу, халисал, метрогил, хлоргексидин, мирамистин, шөп қайнатпаларын жағуға болмайды. Бұндай әдістермен біз баланың жағдайын нашарлатып аламыз. Егер де нәрестеңіз емуден бас тартып, ауыз қуысын қараған кезде осындай ақ жабындыларды көрсеңіз, дәрігерге көрініңіз, өз бетіңізбен ем-дом қабылдамаңыздар. Дәрігер қарап, анықтап, диагнозын қойып, нақты емін тағайындау керек. Ал бұның емі ең бірінші бөтелке соскаларын стерилдеу. 1 және 12 ай аралығындағы нәрестелерде нистатин суспензиясын тағайындау, ол 100 000 бірлікте миллилитр көлемінде. Жергілікті қолдану үшін 1 миллилитрді бір жақ ішкі бетіне, 2 миллилитрді екінші жақ бетінің ішіне жағамыз. Осылай күніне 4 рет істейміз, 14 күн жасайтын боламыз. Ал қайталанған жағдайда флуконазол суспензия 25 мг 5 миллилитрдік, оның 3 мг килограмм тәулігіне дозасында күніне 1 рет 7-14 күн жасаймыз. Ал 1 жастан жоғары балаларда 1% клотримазол ертіндісін кандид деген препарат күніне 5-6 рет 7-14 күн жасаймыз. Ал қайталану жағдайында флуконазол 25 мг 5 мл бірінші күні 6 мг килограмм тәулігіне, содан кейін 7-14 күн ішінде 3 мг килограмм тәулігіне азайтамыз. Ал сіз молочницамен кезіктіңіз бе? Кезіксеңіз, бөлісе отырыңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдауға өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.